Мен Акон Тажыбаев, менің бүгінгі блогым өте қызық болайын деп тұр, өйткені мен наконец-то сушка бастайын деп жатырмын. Қазір мен бұрында негізінде бодибилдингке қатты мән бермеген болатынмын. Дұрыс тамақтанбай, тренировкамда тяжелоатлетический болып, кроссфит жасап, сальто, акробатика, паркур барлығын араластырғанмын. Енді қазір 100% бодибилдингке кірісейін деп тұрмын. И алда менде Қазақстан чемпионаты бар. Негізі осы уақытқа дейін мен деген Қазақстан чемпионаттарына орын алып жүрген болатынмын. Соңғы жарыста екінші орын алдым. И то мен дұрыс дайындалмай. Енді осы жолы прям максимум 100% кірісетін боламын. Так, бүгін сушканың бірінші күні. Так, бүгін нешесі өзі? Так, бүгін 14 июль Қазақстан чемпионатына Ақтөбеде болады. Ол 26 августте болады, осы 2022 жылдың. Примерно менде бір айдай уақытым бар, бір айда мен осы майды құртып, сушиттап и качественный мясо жинауға тырысатын боламын. Енді осы сіздермен сушкіде қандай тамақтар жеу керек, қандай спорт питания қолдану керек, қалай тренировка жасау керек, барлығын бөлісетін боламын. Тек сіздер қарап отырыңыздар. Міндетті түрде мені қолдаңыздар, және комментарийге сұрақтарыңызды, өздеріңіздің ойларыңызды барлығын жазып кетіңіздер. Мен солайынан мені қолдауға тырысыңыздар. Дәл солайынан қазақша фитнесті дамытуға тырысайық, в общем, ағайын. Ал мен осы блогымды Қазақстан чемпионатына дайындық деп айтам, бодибилдингтен. Потом одан кейін Азия чемпионаты бар, мен соның барлығына дайындалып, сіздермен бір жағына бөлісетін боламын. Так, бастайық онда. Негізінде сушка ол деген питание деп айтсақ болады, дұрыс тамақтану. Егер де дұрыс тамақтанбасақ, ол денемізде артық майдан құтыла алмаймыз. Сондықтан да ең бірінші ол дұрыс тамақтану. Яғни калория, ақуыз, көмірсу және май, соның барлығын есептеу керек. Негізінде менде осындай ас үйлік тараз керек. Обязательно міндетті түрде өлшеуге. Так, бірінші очередь көмірсу, ақуыз, майлар жайлы айтып кететін болсам, мен негізде көп осындай өлшемейтіндігім бұрында. Негізі барлығын білемін, негізі қалай өлшеу керек, қалай дұрыс есептеу керек. Бірақ мен оны қолданбаған болатын, өйткені мен басқа да фитнестен бөлек жұмыстарым бар. Вот так, в общем, уақыт болмай, істейтін адам болмай, негізі тамақты істей беремін өзім, бірақ өлшемеген болатын. Енді ең бірінші бұл жерде сушкідегі ең маңызды нәрсе ол көмірсудың көлемін қысқартып тастау. Яғни мен ертеңнен бастап, 15 июльден бастап, бір күндік пайдаланатын көмірсудың өлшемі 150 грамм болады. И қалғаны белок. Белок, яғни ақуыз. Ақуызды мен жұмыртқадан аламын, тауықтың етінен, сиырдың етінен, балықтан, және де оған қоса плюс салаттан. Салаттан белок алмаймын, просто салатты соның қасына қосып отырамын. А так 150 грамм углеводпен жүремін бастапқыда, яғни көмірсумен. Одан кейін жарысқа бір 2 апта қалған кезде 10 алып тастаймын. В общем, чашка болайын деп тұр. Бастайық. Достар, егерде сен артық майдан айырылып сушка жасаған кезде денеңе, онда сен міндетті түрде тауықтың етімен, яғни грудкасымен, тауықтың кеудесімен дос болуың керек осындай. Өйткені бұнда май өте аз, және де ақуыз өте көп, және көмірсудың көлемі өте аз. Сондықтан да дәл осыны қолдануымыз керек. Бірақ та мен алдыңғы сушкаларды просто осыны суға асып жүрдім. Ол бір ай бойы жеу деген өте қиын. Сондықтан да мен осы сушкада неше түрлі эксперимент жасайын деп тұрмын. Бұны әдемі қылып істеудің жолдарын. Қазір бірінші очередь бұны аламыз да, мен блендерге сәбізді, жуаны барлығын араластырғым келіп тұр. Солайынан сәл неше түрлі әдемі қылып, чтобы сушканың тамақтарының өзі скучно болмау үшін. Ең бірінші сәбіздігі ашып аламыз. Түсіре бер. Осы жерде музыка кетеді.
Достар, в общем, барлығын салдым, араластырайын деп жатырмын. Негізі үйдің іші бардак болып жатыр, түкте мән бермейсіздер. Не айтайын дедім, в общем. Насчет работы. Көбісі тамақ істеуге уақытым болмайды. Или маған айтады да, өзімнің клиенттерім сылтауы, тек сен фитнеспен ғана жүрсің ғой, и сосын сен де тек бірыңғай өмірің фитнеске арнадың деп. Жоқ, мен фитнестен бөлікте жұмыстарым бар, негізінде өзімнің бизнесім бар, и өзімнің хоббиім бар, басқа съемкаларым бар түсіретін, и то фитнес бар, жарысқа дайындығым бар, и то клиенттерім бар, бірақ мен өзім тұрғандықтан тамақтан барлығын өзім істеймін. Маған істеп беретін адам жоқ. Сондықтан да ол сылтау барлығы сендердің айтып жатқандарың. Егер де қалаған адам надо будет жасап алады барлығын. Сондықтан да барлығын араластырып болдым. Бұнда негізі рецепті бірінші рет істеп жатырмын. Негізінде күшті болады, по идее. Бұндай рецепт ешкімде жоқ. Барлығын араластырдым. Сәбізді, жуаны, чеснок и куриный грудканы. Қазір осыған 2 жұмыртқа қосам. И сөйтіп араластырам. Егер бодибилдері болғыларың келсе, міндетті түрде өздеріңе Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you. Достар, міне қазір мынаны қуырып болды, бірінші партиясы. Огурцы турап тастадым, бір жағынан істеп атып. Негізі бұның барлығына видеоға түсіргесін ғой. Барлығына тез істейтін болсаңыздар, жарты сағат уақыттарыңыз кетеді. Одан кейін күрішті өлшейміз. Күрішті негізі көп істеп қойғам, содан күнде 150 граммнан алып отырам. 150 грамм ғана өлшейміз, осы күйінше болды. Басқа керек бес. Қалғаны осындай котлетте мен күнде осындай 4 жетеді. Потом 10 жұмыртқа, қалғаны огурцы помидормен толтырамыз. Болды. Получается, қандай бір күндік қандай рацион болды? Таңертең 60 грамм овсяной каша и жұмыртқадан сөздерден ағынан 4 жейміз. Қалған 6 жұмыртқаны 2-2-ден бөлеміз. Обедте 2, перекуста 2, кешке ужинда 2. Тек қана ағын жейміз жұмыртқаның. И обедте 50 грамм күріш. Одан кейін етті енді көлем бойынша жей береміз кәдімгідей. Күрішті обедте 50 грамм, перекусқа 50 грамм и кешке таман, кешке асқа 50 грамм болды. Және де мен де қазір көрсетем. Так. Осындай творог 0% почти. Бұда жир жоқ, 0%. И белога бұнда, қазір айтам. Белок бұнда 100 грамм продукты 12 грамм белок и 1,8 грамм көмірсу болады. И қалғаны 0%, 0,1% май. Сондықтан да жатар алдында осындай творог жеу керек болды. Достар, міне осындай бір күндік мен рационды сіздерге көрсеттім сушкіде. Бір айдан кейін бақылап отырамыз, май қанша кететіндігі. Енді алда уақытта тренировка бар, спорт питания бар, барлығын сіздерге айтатын болам. Және де басқа да жирожигательдер бар, что оған тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде барлығын айтатын боламын. Қалай болып тұр қазір?
Нормально, да? Осыны құртатын боламыз. И, естественно, ақуыздың арқасында, енді күйіп бар жатқан сияқты что-то. Ақуыздың арқасында мен таза ет жинауға тырысам, бір жағынан жыр-жығайт етем, сөйтіп мистер Олимпия. Сондықтан, достар, қазақша фитнесті барынша дамытайықшы, өтініш сіздерге. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, және де басқа достарыңыздың барлығына айтыңыздар, что скоро Дэвид Лейт сияқты, Кристи Бамстед сияқты Қазақтан мистер Олимпия шықсын. Все. Кеттік. Болды.